Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай құймақ дайындайтын боламыз. Құймақ бізде ерекшелігі айрансыз, сүтсіз суға дайындалады. Осындай әдемі, орысша айтқанда ажурный болып шығады. Өте дәмді болады. Ең алдымен мен каналыма тіркеліп, каналымды қолдап кетсеңіздер, жұп-жұқа кәдімгі құймақ дайындайтын боламыз. Ең алдымен жылы суымызды ыдысқа құйып, 2 жұмыртқамызды салып, оның үстіне шекерімізді саламыз. 4 ас қасық шекер саламыз. Енді венчикпен жақсылап араластырамыз. Шекер міндетті түрде еру қажет. Міне осындай бір келкі болған кезде жарты шай қасық тұз салып, тағы да араластырып аламыз. Ендігі кезекте сұйық майды құямыз. 4 ас қасық тағы да сұйық майды құйып, шамалы араластырып, ұнды саламыз. Барлығын өлшеп салатын боламыз. Описание бөліміне ингредиенттерінің барлығын жазып кетемін. Ұнды салғаннан соң қопсытқыш, яғни разрыхлительді жарты шай қасық салып, осылай бір келкі масса шыққанша араластырып аламыз. Ендігі кезекте құймақ пісіретін табамызды қыздырып, шамал май тамызып, жағып алып, осылай құймағымызды құйып шығамыз табаға. Бірінші құймағымыз дайын болды. Өте дәмді, жұп-жұмсақ. Барлығын осылай біткенше құйып пісіріп аламыз. Жасалу жолы өте оңай. Менімен бірге жасап көріңіздер. Описание бөлімінде тағы да тура осы құймақтың жұмыртқасыз дайын болатын түрі бар. Жұмыртқасызды жасап көрсеңіздер болады. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта осындай ерекше, оңай дайындалатын тағам түрлері рецептерін салатын боламын. Табаға жабыспай, осылай оңай алынып, оңай піседі. Міне біздің құймақтарымыз дайын, кәдімгі сүтпен, айранмен дайындалатын құймақтардан ешқандай айырмашылығы жоқ. Тура осылай дайындап көріңіздер. Жұп-жұқа, жұп-жұмсақ және ең бастысы өте дәмді. Міне мына жерде мен сіздерге жұқалығын көрсетіп жатырмын. Сүт жоқ, айран жоқ болған кезде жылдам суға дайын бола қалатын құймақ. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.